Армысыздар, қадірменді көрермен, Ғабит Кәдірбай арнасына қош келдіңіздер. Қазір ел астанасының атын өзгерту туралы, дұрысын айтқанда бұрынғы Астана деген атты қайтару туралы әңгімелер желдей есіп, үлкен талқыға түсіп жатыр. Өйткені біздің елде қала атын ауыстырудан, Астана атын ауыстырудан, көше атын өзгертуден басқа ешқандай проблема жоқ. Халық тоқ, көйлегіміз көк, ақшамыз Құдайға шүкір көп болып тұр. Құрметті арнадағы достарым, сіз қалай ойлайсыз? Астананың атауын, еліміздің орталығының атауын қалай атаған дұрыс? Астана деген сөздің өзі дұрыс па? Астанамыз, Астана дегеннің өзі ауызға, құлаққа үйреншікті болып кеткенмен, оны да бастапта 2000 жылдары қабылдай алмай жүргенімізді әлі ұмытқан жоқпыз. Өйткені бағана дос көшімнің сұхбатын тыңдап отырсам, Астананы Астана дейтін болсақ, онда қаланы қала, ауылды ауыл деп, сондай ат берейік деп, кекесімен жауап беріп отыр. Мен де ойланып қалдым. Ол кісі Ақмола деген аттың қалғанын қалайды екен. Бірақ енді ел орталығының атауында мола деген сөздің болғаны бір құлаққа түрпідей тиетін сияқты менің ойымша. Ал енді кейбіреулер бар екен, Алтын Орда деген атауды ұсынып жатыр екен, мүлдем жаңа атауды. Білмеймін, Алтын Орда деген қалай болады екен. Астана деген атау, бізде бірнеше варианттар бар. Осы кезде Ақмола атауы, Астана болып қайттан қалпына келтірілуі, Алтын Орда деген жаңа шығып жатқан атауы бар. Сосын қазіргі кездегі аталып жүрген ресми атауы Нұр Сұлтан деген аттың қалуы. Енді қаланың тарихына келетін болсақ, бұл қазба жұмыстарының нәтижесінде белгілі болғандай, бұрынғы Қыпшақ хандығының астанасы болған Бозоқ деген қаланың орнында орналасқан қала. Ақыры сол тарихқа үңіліп, бұрынғы атауларды Алтын Орда, Ақмола деген бәрі енді тарихтан алып келіп отырған атаулар ғой. Сондықтан біз одан да тереңірек үңіліп, Бозоқ деп атасақ қалай болады дегенде ой келеді. Қадірлі көрермен, сіздің ойыңызша қалай, қандай нұсқаны қолдайсыз? Төменге пікірге жазып, видеоға лайк басып, каналға жазылмаған болсаңыз, жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Ғабит Кәдірбай. Есен, сау, саламатта болайық.